Керқұла атты Кендебай. Ертегі. Қызықты қазақша ертегілерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қолдап отырыңыздар. Ертеде ешкі құйрығы келтеде Қаратаудың ойында, Қарасудың бойында Қазанқап деген бір кедей болыпты. Қазанқап құс атып күн көреді екен, әйелі ау тоқып жамау жамайды екен. Осылай өз күндерін өздері көріп жүре беріпті. Күндерде бір күн Қазанқаптың әйелі жүкті болыпты. Ай күні жақындап, күн өткен сайын әйелдің аяғы ауырлай беріпті. 9 ай 9 күн болғанда әйел толғатып босаныпты. Торсық шеке әппақ ұл тауыпты. Ата-анасы қуанып төбелері көкке жетіпті. Баласына Кендебай деп ат қойыпты. Кендебай ай сайын емес, күн сайын өсіпті. 6 күнде күліпті, 60 күнде жүріпті. 6 жылда жігіт болыпты. Сондай күшті болыпты. Алысқанын алып ұра беріпті, күрескенін жыға беріпті. Шаңырау құдыққа құлаған атандарды жалғыз тартып шығара беріпті. Аң аулап әкесіне жәрдемдесіпті. Бара-бара құлан атыпты. Құралайдың көзінен тигізетін мерген болыпты. Арқар мен киікті, құлан мен маралды мая-мая үйіп тастапты. Қарасудың бойындағы қара үйлі кедейлер қарқ болыпты да қалыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап жүрсе, Қаратаудың ойында, терең құздың бойында арыстандай көкжал бөрі бір буаз биені жаңа ғана жарып жегелі жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып көкжалды құйрығынан ұстап алып, бұлғап лақтырып кеп жібереді. Қасқыр арс етіп, аузын қисаңдатып өліпті де қалыпты. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие жан таласып өлгелі жатыр екен. Кендебай алмас қанжармен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын суырып алыпты. Арыстандай еркек құлын екен. Кендебай құлынды үйіне алыпты, қайтыпты. Оны құланның сүтімен асырапты. Құлын сағат сайын емес, минут сайын өсіпті. 6 айдың ішінде 6 кез ат болып шығыпты. Аттың түсі Керқұла болыпты. Кендебай Керқұланы үйретіп мініп, түн қатып жүріп аң аулапты. Керқұла қуса жетіп, қашса құтылатын аузымен құс түстеген ерен жүйрік болыпты. Кендебай Керқұланы құстай ұшырып алты қырдың арғы жағына қаша жөнелген құланды көзді ашып жұмғанша қуып жетіп, құйрығынан ұстайтын болыпты. Кендебай осылай аң аулап, ел аралап жүре беріпті. Ол мейлінше қайырымды болыпты. Жылағанды жұбатыпты, жатсынуды сүймепті. Табысына бүкіл ел ортақ болыпты. Керқұла атты Кендебай батыр атанып, әлемге аян болыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап, алысқа ұзап кетіпті. Кетіп бара жатып, қозы бағып жүрген бір балаға кездеседі. Бала еңіреп жылап жүр екен. Кендебай жетіп келіп, көзің жасты, көкірегің қайғылы неткен жансың деп сұрапты. Баланың басы таз, киімі өрім-өрім екен. Ардақтаған анаңды алса, төгілмей ме ырысың? Асқар таудай әкеңді алса, көрген күнің құрысың деп зарлап қоя беріпті бала. Не болды? Жөндеп айтшы деп сұрапты Кендебай. Бала көзін жасын көл қылып, ауыр бір күрсініп алып, былай деп жауап беріпті. Мен Мергенбай деген батырдың жалғыз баласы едім. Қазір 6-ға шықтым. Биыл 4-ші жыл елімізге жау тиіп, жылқы біткеннен тігерге тұяқ қалдырмай айдап кетіпті. Әкем алып ұйқылы батыр еді. Ұзақ жортуылдан келгенде 6 күн қатарынан ұйықтайтын. Осы ұйқыда жатқанда әкемді жау әскері байлап әкетті. Әкемді арашаламақшы болып, жетіп барған шешемді қайырымсыз жау алдына өңгеріп жөнеп берді. Мен жетім қалдым. Шерге асым, киерге киімім болмаған соң, амалсыздан Тасқарабайдың қозысын бағып жүрмін. Арыдым, тоздым. Ернім жалақ, басым таз болды. Содан бері көзімде жас, көңілімде қайғы.
Мен әке-шешемді ойлап жылаймын, бай жылқысын ойлап жылайды. Олай болса жылама, мен әке-шешеңді іздеп тауып берейін, деді Кендебай. Бала қуанып кетті. Ағатай, онда біздің қойшылардың қасында 2-3 күн жатып тынығыңыз, содан кейін жүрерсіз, деп өтінеді бала. Кендебай мақұл деп қойшылардың қасына барып түстеді. Атып алған құландарын асып тамақ пісіреді. Кешке басқа қойшылар келеді деп манағы бала қозышы келмейді. Әрі күтеді, бері күтеді. Кендебайдың көзі ұйқыға бара бергенде ахілеп-ухілеп қозышы бала келеді. Неге кешіктің, деп сұрайды Кендебай. Жәй, ішім ауырып қалды, дейді. Бала таңертең ойнап күліп қозысын өріске айдап кетеді. Кешке басқа қойшылар келгенде манағы қозышы тағы да көрінбейді. Кендебай іздеп барып талып жатқан баланы тауып алады. Бала есін жинағаннан кейін Кендебай мән-жайды сұрайды. Бала жөнін айтады. Содан кейін Кендебай балаға ашуланады. Сонда қозышы бала былай деп айтады. Кешеден бері күн батқан кезде 6 аққу төбемнен айналып ұшады да, Кендебай сал мұнда ма, Керқұла аты қолда ма, баудан ұры балқи ма, балақ жүні шалқи ма, деп сұрайды. Мен тұрып, Кендебай сал мен едім, Керқұла атым қолда еді, баудан ұрым балқиды, балақ жүнім шалқиды, деп жауап беремін. Олар мені қанаттарымен қағып жығып кетеді. Мен талып түсемін. 3-ші күні қозышы баланың киімін киіп, қозыны бағуға Кендебайдың өзі шығады. Күн батып қас қарайған кезде баяғы 6 аққу Кендебайдың төбесінен 6 айналып ұшып, жақындап келеді де, Кендебай сал мұнда ма, Керқұла аты қолда ма, баудан ұры балқи ма, балақ жүні шалқи ма, деп сұрайды. Керқұла атты Кендебай қозышы бала болып, баудан ұрым балқиды, балақ жүнім шалқиды, деп жауап береді. Сонда аққулар ашуланып, Кендебайды қанаттарымен қағып сабай бастайды. Кендебай біреуінің аяғынан шап беріп ұстай алады. Аққулар ұша жөнеледі. Кендебайдың қолында біреуінің алтын кебісі қалып қояды. Байқап қараса, кебістің бетінде жазу бар екен. Кендебай аққуларды бірнеше күн күтеді, бірақ олар келмейді. Содан кейін Кендебай қойшылармен қоштасып үйіне қайтады. Ата-анасына 1 жылдық азық дайындап беріп, сауыт сайманын киініп, жау жарағын асынып, азығына 60 құлынның қазысын салып, баяғы жетім баланың әке-шешесін іздеуге шығады. Керқұла ат құстай ұшып құйғытып барады. Айлық жерді 6 аттайды. Көз ұшындағы құс қанатын жазып жерден көтерілгенше Керқұла ат үстінен қарғып өтеді. Теңізді көл, дарияны шалшық, тауды қырат-құрлы көрмейді. Сонымен Кендебай күн жүреді, түн жүреді, апта жүреді, ай жүреді. Бір жерлерге келгенде аспанмен тірескен бір биік тауды көреді. Таудың етегіне келгенде Керқұла атқа тіл бітіп сөйлейді. Достым Кендебай, іздеген жоғың алыста емес, біреу емес, екеуі де осындан табылады. Мына таудан әрі ассаң ағып жатқан өзенді көресің. Өзеннің ортасында бір арал бар. Ол аралда адам перісінің ханы тұрады. Сенің қолтығыңдағы алтын кебіс осы ханның қызының кебісі. Баяғы қойшы баланың әке-шешесі осы ханның қолында. Олар терең зынданда жатыр. Зынданның аузы құлыпты, оның кілті қолға түспейді. Ал кілт 60 өзен құйылған терең дарияның түбінде жатыр. Адам баласы оның түбіне жете алмайды. Таудың арғы беткейінде сиыр бағып жүрген зор денері бір адам бар. Ол жорықта қолға түскен адам, қазір ханның құлы. Сен сол адамға бар да, жолға жетерлік пұл бер. Оның киімін өзің киде, өзіңнің киіміңді оған кигіз. Сөйтіп, әлгі адамды азат етте, өзің сиырды бағып қал. Қазір құйрығымнан бір тал қыл ал да мені қоя бер. Сауыт сайман құрал жабдықтарыңды менің үстіме сал. Әзірге саған менің де, құралдардың да керек жоқ. Егер керек бола қалған кезде құйрығымнан алған қылды тұтат. Сонда мен дайын боламын. Ендігі әңгімені барған соң көресің, дейді.
Сөйтіп Кендебай мал бағып жүре береді. Күндерде бір күн хан өзінің 2 баласын шақырып алып, бүгін қара бие құлындайды, бұл 9-шы құлындауы. Құлындаған күні түнде құлын жоқ боп кетеді. Бүгін осы биені өздерің күзетіңдер, не болғанын көздеріңмен көріңдер дейді. Мұны Кендебай да естіп тұрады. Кешке ханның 2 баласы биені күзетуге барғанда, Кендебай да жасырынып барып отырады. Біраздан кейін ханның 2 баласы қорылдап ұйықтап қалады. Кендебай ұйықтамай отыра береді. Таң біліне берген кезде бие алтын құйрықты, құндыз жүнді арғымақ құлын туады. Бір кезде аспаннан бір бұлт түйіліп келеді де құлынды көтеріп ап жөнеледі. Кендебай шап беріп құйрықтан ала түседі. Кендебайдың қолында алтын құйрық жұлынып қала береді. Кендебай алтын құйрықты қойнына тығып ұйықтап қалады. Ертеңіне таң сәріден хан 2 баласын шақырып алып не көргенін сұрайды. Балалары тұрып, бие құлындаған жоқ, еш нәрсе де болған жоқ деп жауап береді. Хан тағы да таң қалып отырғанда Кендебай есіктен кіріп келіп, «Дат тақсыр» дейді. «Датың болса айт» дейді хан ақырып. «Мен айтсам, бұлардың айтып отырғаны өтірік. Оларға көрінбей мен де күзеттім. Түн ортасы кезінде 2 балаңыз ұйықтап қалды. Таң алдында бие алтын құйрықты, құндыз жүнді құлын туды. Аспаннан бір бұлт түйіліп келді де оны көтеріп ала жөнелді. Мен құйрықтан шап беріп ұстай алдым. Бұлтпен араласқан үлкен құс құлынды алып кетті де, құйрық менің қолымда қала берді» дегенде, сөздің аяғын күтпей, «Құйрық қайда?» дейді хан. «Тақсыр, сабыр етіңіз. Мен алтын құйрықты пайда қылғым келсе, сізге айтпаймын ғой. Міне құйрық» деп. Кендебай құйрықты қойнына суырып алғанда, үйдің іші жап-жарық болып кетеді. Ханның балалары ұялып жерге қарайды. «Қазір үшеуіңіз деп шығып, құсты да, құлынды да тауып әкеліңдер. Таба алмасаңдар, менің маңымды көрмеңдер» дейді хан. Кендебай өзеннен өтіп алып құйрықтың қылын тұтатқанда, Керқұла ат жетіп келеді. Құла атты мініп алып, қару-жарақты іліп алып, сауыт саймандарды киіп алып, Кендебай жөнеп береді. Бір жерлерге келгенде ат тағы тоқтайды да Кендебайға, «Анау жалыны аспанға шығып жатқан от дариясы. Сенің баратын жерің сол дарияның арғы жағында. Қазір көзіңді жұм. Мен аш дегенше ашпа. Көзіңді ашсаң, екеуміз де өлеміз» дейді. Кендебай көзін жұмады. Сонымен ұша береді. Бір кезде ең әуелі ыстық лепті, одан кейін ысылдаған желді сезді. Талай уақыт өткеннен кейін «Аш көзіңді» дейді Керқұла ат. Кендебай көзін ашып жіберсе, үлкен дарияның ортасындағы аралға келіп түскен екен. Аралда алтын құйрықты 8 құлын, құйрығы жоқ бір құлын алтын науадан су ішіп тұр екен. Керқұла атқа тағы да тіл бітіп, «Аспанмен тірескен анау бәйтеректің басында самырық құстың ұясы бар. Ол 6 айда бір рет азық іздеп кетеді де 15 күнде кері айналады. Қазір азық іздеуге кетіпті. Оның қайтып келуіне 6 күн бар. Біз оның қолына түспес үшін 6 сағатта 6 айлық жол жүруіміз керек. Менің үстіме мінде алтын науаны алдыңа өңгер. Құлындар алтын науадан қалмай біздің соңымызға ереді де отырады. Біз құлындарды соңымыздан ертіп отырып, манағы от дариясынан тікелей өте алмаймыз. Айналып жүруіміз керекпіз. Біздің келердегі қысқа жолымыздың кетерде алыс болып отырғаны да сол. Бұл жолымызда 3 бөгет бар. Ең әуелі 7 басты дәу кездеседі. Ақырған арыстанға жолығамыз. Содан кейін жәдігөй кемпір байланысады. Ал уақыт оздырмай жүрейік дейді. Кендебай алтын науаны Керқұла атқа өңгеріп алып жөнеп береді. Барлық құлын соңынан ереді. Бір уақытта алдарынан бір үлкен тау көрінеді. Тау теңселіп қозғалып бұларға қарай жақындап келеді. Бұл 7 басты дәу екен. Кендебай алтын науаны жерге қояды. Құлындар науаға иіріліп тұра қалады.
Кенжебай қолына 100 батпан шоқпарын алып, Керқұла аттың барлық шабысымен дәуге қарсы шаба жөнеледі. Көзді ашып жұмғанша ағып өтіп бара жатып салып кетеді. Дәудің бір басы ұшып түседі. Кейін қарай шауып тағы соғып өткенде екінші басы ұшып түседі. Осылай ерсілі қарсылы 7 өтіп, 7 рет соққанда 7 басы бірдей ұшып кетеді. Дәу төңкеріле құлайды. Кенжебай дәудің көзін ойып, қоржынға салып алады. Кенжебай қайтып келіп алтын науаны өңгеріп, құлындарын ертіп жүріп кетеді. Екпініне шаң ілеспей, әйт дегенде алты қырдан бір-ақ асып, Керқұла ат зымырап келеді. Бір кезде алыстан арыстанның ақырған дауысы естіледі. Кенжебай бұл жолы Керқұла атты құлындардың қасына қаңтарып тастап, дауыс шыққан жаққа жаяу жүре береді. Ілгері 2-3 аттағанда бірлеп Кенжебайды тартып ала жөнеледі. Бір уақытта Кенжебай арыстанның апандай аузын көреді. Кенжебай тартып жатқан соның лебі екен. Кенжебай 6 құлаш алмас қылышын көлденең ұстай қояды. Алмас қылыш арыстанды 2 бөліп, Кенжебайды арғы жағына бір-ақ түсіреді. Кенжебай арыстанның аузын қағып алып, тағы да жүріп кетеді. Талай белестер, талай таулар бұлдырап артта қала барады. Бір кезде жер дүниені қап-қара тұман басып кетеді. Тек алтын құйрықтардың сәулесі ғана бұлардың жолын жарық қылып көрсетіп тұрады. Сол арада қараңғылық серпіліп жүре бергенде, сылаңдаған бір сұлу қыз шыға келеді. Кенжебай атынан түсіп, қызға қарсы жүреді. Қыз мұның бетіне ұзақ қарайды да, ұзақ жүріп шаршаған шығарсыз, ордама жүріп тынығып кетіңіз дейді. Жәдігөй кемпірдің қыз болып қарсы алатынын, оның ордасына кірген кісі кері шықпайтынын Керқұла ат айтқан болатын. Шаршағаным рас, демалуға қарсы емеспін, бастаңыз дейді Кенжебай. Қыз алға түсіп аяңдай бергенде, Кенжебай алмасын сермеп кеп қалады. Алмас қылыштан от жарқ ете түседі, дүниені тағы да тұман басып кетеді. Тұман ашылғанда қыздың орнында 2 бөлінген кемпір жатады. Кенжебай кемпірдің басын кесіп қоржынға салып алады. Бұл кемпірдің қарамағындағы жерден ұшқан құс, жүгірген аң өте алмайтын. Кемпірдің өлгенін қазір ешкім білмейді. Сондықтан бұл жерге самұрық құс келмейді. Осы жерде 3-4 күн демалып алайық, дейді Керқұла ат. Кенжебай сол арада 3-4 күн тынығып, кемпірдің асыл қазынасын жинап алып, Керқұла аттың алдына алтын науаны өңгеріп, алтын құйрықты құлындарды ертіп аман-есен ханның үйіне жетеді. Хан қуанып үлкен той жасайды. Той үстінде түк таба алмай сандалып, мойындары ырғайдай, сирақтары шидей болып азып, тозып ханның 2 баласы келеді. Хан Кенжебайды төрге отырғызып, оның аты жөнін сұрайды. Мен хан баласы емеспін, адам баласымын. Өз атым Кенжебай. Ел мені Керқұла атты Кенжебай деп атайды. Сіздің еліңізге ерігіп келгенім жоқ. Жұмыспен келдім. 2 бірдей жоқ іздеп жүрмін. Намыс іздеп жүрмін. Рұқсат болса айтайын, дейді Кенжебай. Айт балам, дейді хан. Одан бірнеше жыл бұрын сіздің жорықшыларыңыз елімізді шауып кетіпті. Малымызды айдап, қолға түскен батырымызды байлап алып кетіпті. Міне, сол батырларды босатып әкетпек болып келдім. Бұл бірінші. Екінші жоғым мынау. Бір күні малда жүргенімде аспанда ұшқан 6 аққудың алтын кебісі менің қолымда қалды. Сол алтын кебіс сіздің елдікі дейді. Соны табыс еткелі келдім деп, Кенжебай алтын кебісті ханға ұсынады. Хан, дұрыс балам, сіздің елдің малын айдап, батырын байлатып алдырғаным рас. Мергенбай батыр әйелімен екеуі біздің қолда. Зынданда жатқан Мергенбай батырға маған қызмет етсең босатам деп елші жіберіп едім. Қарысқан батыр екен. Жауыма қызмет істемеймін, бірақ қол аяғымды босатсаң, содан кейін сөйлесем деп қарысып жатып алды.
босатуға қорықтық. Ондағы мақсат сені қолға түсіру еді. Сенің атағың бізге де мәлім еді. Сені алдыртып құлынымды қоймайтын қара құсқа жұмсамақ едім. Өзім іздеп таба алмаған соң, намысы болса іздеп келер деп, еліңді шаптырып, батырыңды байлатып алдыртқан едім. Одан кейін де 2 жылдай келмедің. Содан соң 6 қызым сені іздеп барған болатын. Бұл менің кіші қызымның кебісі. Енді сенің алдыңа қоятын тағы бір шартым бар. Ол мынау: дүниеде 7 басты дәу бар, ақырған арыстан бар, жалмауыз кемпір бар. Осы үшеуін өлтіріп бастарын алып кел. Осыны орындасаң, батырыңды босатып беремін, малыңды өзіңе қайтарамын. Кіші қызымды беріп күйеу етемін дейді. Кендебай Керқұла аттың қанжығасындағы қоржынын алып келіп, арыстанның аузын, кемпірдің басын, 7 басты дәудің көздерін ханның алдына төгіп тастайды. Хан разы болып, зынданда жатқан Мергенбай батырды, оның әйелін, қолға түскен басқа да адамдарды азат етеді. Шауып алған малын қайтарып береді. Кіші қызын Кендебайға қосып, 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, көп сыйлықтар беріп, Кендебайды еліне аттандырады. Кендебай елдің малын айдап келіп, иелеріне табыс етеді. Ата-анасына қосылып бала қуанады. Баласына қосылып ата-ана қуанады. Ұлы думан үлкен той жасалады. Кендебай тұрғанда елге батып ешбір жау тие алмайды. Сөйтіп, бұл ел Керқұла атты Кендебай батырдың елі болып атаныпты. Соңы. Ертегі ұнаса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеліп қолдап отырыңыздар. Рахмет.